Баршаңызға сәлем, сіздермен білім KZ. Сіздерге бүгін ең қызықты әдіс тәсілдермен таныстыратын боламын. Бірінші әдіс MacBook әдісі деп аталынады. MacBook әдісінде балаларға берілген тапсырманы оқушылар MacBookқа жазып мұғалімге көрсетеді. Не болмаса MacBookке тапсырманы мұғалім жазып балаларға тапсырады. Балалар сұрақтарға жауап беретін болады. Келесі әдіс тәсіл баскетбол әдісі деп аталынады. Баскетбол әдісін көбінесе бағалауға пайдаланса болады. Яғни бұл жерде тұрған ыдыстарға, стакандарға доптарды өздерінің атына лақтыру арқылы өз-өзін бағалайды. Келесі әдіс тәсіл лейс әдісі деп аталынады. Бұл жерде қытырлақ картоптардың ішіне мұғалім сұрақтар жазылады және сол сұрақтарға оқушылар жауап жазады. Келесі әдіс тәсіл бізде фри әдіс тәсіл деп аталынады. Фри таяқшаларының ішіне мұғалім сұрақтар жасырады. Міне сол сұрақтарға оқушылар жауап береді. Мен ұсынған әдіс тәсілдер сіздерге ұнаған болатын болса, каналға жазылып кетуді ұмытпа.